жерде бәріміз ой пікірлерімізді мынау кім деген болады, оқиғалар тізбегі болады, теріп алу стратегиясы, қожаның, жартастың дүниелерін теріп алу стратегиясы. Бердібек Соқпақбаевтың өмірі менен шығармашылығы туралы алар мен сендерге үйге тапсырма берген. Айша Бердібек Соқпақбаев 1924 жылы 15 қазанда өмірге келген. Абай атындағы қазақ педагогиялық институты кейінгі Мәскеуде жоғары әдеби курсын бітірген. Балалар, біздің мақсатымыз оқушыларды мәтіннің мазмұнымен таныстыра отырып, мәтіндегі негізгі ойды, идеяны білулерін керек. Сіздің не шаруаңыз бар, қоя беріңіз. Кімге айтты? Қожа. Қожа кімге айтты? Қожа Абай. Біз екеуміз танышқанбыз дейді. Абайы қожаға сөйлейді. Майқанов апай. Оны қай жерде айтты Майқанов апай? Сабақ үстінде. Сабақ үстінде. Ой, қандай керемет. Мүмкін орынға барып айтатынын шығарасың. Кім айтты? Кім айтты? Апай айтты. Ол сасыққан кезде. Келесі. Кім айтады? Зерде. Қазір. Мен сенің әкеңе қарыздай теңге емес, бақандай бір қарасы жүр дейді. Мына қожа қай жерде тұр? Директордың бөлмесінде. Жақсы. Енді қарап ойыңдар. Сол жерде кино көрдіңдер, хикаятты оқыдыңдар, енді оқиғалар тізбегі. Осы жерде оқиғалар тізбегі бар. Олар шатасқан, соны орынмен орналастырамыз. Қазір айтамыз. Екінші. Жолдама алған жартас. Дұрыс. Үшіншіге не қоямыз? Педсовет. Төртіншіге не қоямыз? Бақаның жақсы. Бабасы айтады, барса кітабында келсе деп. Мен кітабымды апарып жатқан кезде, магазинге кіріп келе жатқан кезде, бір апай көріп қалады. Тыңдаймыз. Сендер бағалы шағат мені атын қожа фильміне арқау болған жазушының екенін білесіңдер ме? Соқпақбаев аталарында әйгілі жазушы еді. Ол кезде СССР соғысы болған. Жақсы. Тағы да қандай болды? Бердібек Соқпақбаев мектепке бару үшін сол қатты барғысы келгендіктен Қандай өмір болған? Сол кезде де Бердібек Соқпақбаев кішкентай кезінде оқуға, білімге керемет.